Мединада бір құл бопты. Құлдықтан жаңа ғана ажырап, сол ажырағанына қуанып, пайғамбардың мешітіне көп келгіштеп, сөздерін көп естіп, пайғамбардың көзіне көп түсіпті. Қараса әлгі кісі жалғыз өзі келет та тұрады, бірақ жас жігіт қайнап тұрған. Құл емес, азат болған. Сұрайды ғой: "Бәленше, сен үйленбейсің ба?" Сөйтсе, әлгі кісі өзі көріксіздеу болған екен. Көріксіздеу. Бір жағы ақшасы жоқ, бір жағы ағайын туысы жоқ. Кім ол өзі сонда? Соны айтады ғой пайғамбарымыз: "Я Расулалла, мен ешкім емеспін. Кім маған қызын береді? Мен құлмын, кеше сол өзімнің азаттығымды алған. Мен кедеймін, бар байлығым осы мешітке келіп оқыған намазым, айтқан тәсбихім, бүкіл ақшам, дүнием. Және өзім бармын. Түрім де келіспей қалған. Бір көзім үлкен, бір көзім кішкентай. Басым денемнен үлкен. Мына түріме қарап, кім қызын береді дейсің?" Пайғамбарымыз айтады: "Жоқ. Неге? Бәленше деген бір саудагер кісі бар. Соның қызы бой жетіп қалды болу керек. Жақсы қыз. Сол қызды айттырып бар менің атымнан" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзді айта салысыменен әлгі жігіт қуана әлгі кісінің үйіне жетіп барып есік қағады. "Ассаламу алейкум, келіңіз. Мен пайғамбардың бір жолдауымен келдім. Онда тіптен қош кепсіз" деп төрден бірақ шығады. "Айтыңыз, қызыңызға құда түсіп келдік. Пайғамбарға бермеген қыз жоқ қой бізде, алыңыздар." "Жоқ, пайғамбарға емес, маған." Сізге ма? Ойланайықшы. Тойдың жағдайы керек әлі. Анасымен ақылдасайық. Ағайын туыс деген бар. Біраз сен де ойланып келсейші." Қарасаңшы сөздерді. Бұл сөзді анасы да әлгі қыз да естіп тұрады көрші бөлмеден. Жігіт бұл сөздерді әбден естіген, біледі. Бірақ жарайды енді деп орнынан тұрмаққа қамданғанда қыздың дауысы шықты, дейді: "Әкетай, Аллахтың пайғамбары айтылғанда, одан әмір келгенде, сіз соны қабылдамайынша иманда толық болмайсыз. Ұстамаңыз мені. Алланың пайғамбары ешқашан маған жамандықты бұйырмайды. Ол кісі ұлы зат, білесіз. Мейірбан зат. Мұсылмандардың жанашыры, қамқоршысы. Мені қорлыққа, жамандыққа жұмсамайды. Әлбетте мәпелеп отырған қызын кім бере қалсын? Нәрсе түсінуге де болады. Бірақ қызының ондай уәжін көтере алмаған атаны амал жоқтан келіседі. Той күні белгіленеді. Сол той күндіз болып, кешке келіншегін алып келуге дайындалып, әлгі жігіт мешітке кіріп намаз оқиды. Намазда пайғамбарымыз айтады: "Бауырлар, алдымызда бір Аллахтың жорығы бар еді. Кімнің шамасы жетсе атқа қоныңыздар. Маған серік болып Аллахтың дінін қуаттаңыздар" дейді. Болды. Әлгі жігіт келіншегіне барып рұқсат сұраса болар еді пайғамбарымыздан. Үйленіп жатыр ғой. Біледі оны бәрін. Жоқ.
тіпті шымылдықтың бетін ашпастан, некеленген жары шымылдықтың бетін ашпастан жанына отырып, айналайын, Құдай қосқан қосағым, Алла сенің тілеуіңді берсін. Бірақ мен сенің сұхбатыңды жақсы көріп тұрмын. Бірақ сенің сұхбатыңнан пайғамбардың сұхбатын абзал көріп тұрмын. Бұныма қарсы болмасын деп ойлаймын. Аман оралсам қосылармыз деп шығып кетеді үйінен. Болды. Соғыс болады. Өзіңіз білетіндей, пайғамбарымыз өзінің жаны жақын адамдарды іздей бастайды. Сол іздегендердің қатарында әлгі құл жігіт те бар. Пәленше қайда? Білмеді. Қайда екен? Ешкім білмейді. Пайғамбарымыздың өзі аралап жүріп тауып алады. 7 адамның арасында жатыр. Бір өзі. Топырақтан басын көтеріп, мүбәрак тізелеріне қойып, басын сипап. Мыналардың барлығы мынаған жабылған екен ғой. Бұл да есесін жібермеген екен ғой. Бірақ бұны өлтіріпті деп көзіне жас алады. Арулап, сол соғыста өткендерді қабірге қойып жатқанда, пайғамбарымыз өзі мүбәрак қолдарыменен әлгі жігітті көтеріп қабіріне қояды. Қабірге қойып шыққанда иығы жыртылып шығады. Және күлімсіреп күледі. Айтыңыз, не болды Расулалла десе, мен қабірге бұл жігітті әлі қоймай тұрып, хор қыздарының таласқанын көрдім депті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешкімге бір нәрсе жамандық бұйырмайды, бауырлар. Сол бұйрықтары жаңалде айтып кеткендей ата-ананың құрметі болса, сол алып келген тәлімінің бірі қазір өтіп жатқан тәлім. Ол сіз өзіңіз Аллахқа қадам қылмайынша, өзіңіз өзгертпейінше, Аллах сіздің жағдайыңызды өзгертіп қоймайды.